Бүгінгі уағызымызда Алла Субхана Тағала Құран аяттарының ішінде және 114 сүренің ішінде өте қысқа, бірақ мағынасы өте күшті, сауабы өте ұлы, мәртебесі өте бір жоғары Ихлас сүресін сіздерге айтып берейін деп жатырмын. Ихлас сүресі тілге өте жеңіл, өзі әрі қысқа, бірақ мағынасы өте бір күшті, сондай ұлы сүре. Сүрелердің ішінде 114 сүре болса Құранда, сол сүрелердің ішінде ең ұлы сүресі осы Ихлас сүресі болады. Алла Субхана Тағала бұл сүрені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсірген. Пайғамбар алейхиссаламның алдына Мекке мүшриктері келіп: «Ей Мұхаммед, сенің Раббың қандай өзі? Бізге Раббыңды сипаттап берші» деген уақытта Алла Субхана Тағала міне осы сүрені түсіріп, өзінің қандай тәңір екенін Алла Субхана Тағала біз пенделерге үйретіп, танытып білдірген сүре. Алла Субхана Тағала міне бұл сүрені жаттап, оған амал етуді Алла Субхана Тағала баршамызға нәсіп етсін жамағат. Алла Субхана Тағала міне Ихлас сүресінің Бисмиллахир-рахманир-рахим, аса қамқор, өте мейірімді, Алланың есіммен бастаймын деп Бисмилла сөзін бізге тәлім беріп үйретті. Міне сол сүренің басында Құл хуаллаху ахад, айтыңыз, Алла ол жалғыз. Яғни Алла Субхана Тағала жайында мүшриктер келіп пайғамбарымыздан сұрады ғой. Міне имам Ахмадтан риwayat қылынған хадисте имам Ахмад айтады, Убай ибн Кааб разияллаху анхудан: «Аннал мушрикина қалу лин-наби саллаллаху алейхи вассалам: Я Мухаммад, унсуб лана раббака». Фаанзалаллаху та'аля: «Құл хуаллаху ахад, Аллаху ас-самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад». Яғни имам Ахмад рахимахуллах риwayat қылады, Убай ибн Кааб разияллаху анхудан келтірген хадисінде Убай ибн Кааб разияллаху анху айтады: мүшриктер, яғни Мекке мүшриктері пайғамбар алейхиссаламның алдына келді да: «Ей Мұхаммед, сен бізге Раббыңды таныстыршы» деді, білдірші деді, сипаттап берші деді. Міне сонда Алла Субхана Тағала осы Ихлас сүресін түсіріп, айтыңыз, ол Алла жалғыз. Алланың ешқандай серігі жоқ. Қараңыз, қазіргі күнде өмірде қаншалар бар. Алланың серігі бар деп, біреу отқа табынып жатыр, біреу суға табынып жатыр, біреу ағашқа табынып жатыр, біреулер шөпке табынып жатыр, біреулер дүниеге табынып жатыр. Түрлі жаратылыстарды, заттарды Аллаға серік қосып жатыр. Біз момын мұсылман болған соң Алланы бір деуіміз керек. Алланың жалғыз өзіне ғана сыйынуымыз керек. Оған еш нәрсені серік қоспауымыз керек. Міне Алла Субхана Тағала өзін бізге таныстырып жатқан бұл Ихлас сүресі. Мейлі Ихлас сүресі деңіз, мейлі Құл хуаллаху ахад сүресі деңіз. Бұлай да айтсаңыз да, осы Ихлас сүресінде Алла Субхана Тағала өзін таныстырып жатыр. Өзінің бір жалғыз екенін бізге айтып жатыр. Аллаху самад, Алла Субхана Тағала ол мұңсыз, ол ешкімге, еш нәрсеге мұқтаж емес. Бәлкім бұл дүниедегі бүкіл жаратылыс, мейлі ол адам баласы болсын, мейлі ол жамадат болсын, мейлі ол нәбатат, өсімдіктер әлемі болсын, бұл өмірде барлық жаратылыс Аллаға мұқтаж. Алла Субхана Тағала біздерден ешкімге мұқтаж емес екен. Міне Алла Субхана Тағала әр уақытта сұралатын, қажеттерін беретін сондай ұлы тәңір екен. Алла Субхана Тағала міне қараңыз, бізге сұра, менен сұра, мен берейін деп аяттарда мархамат етіп жатыр. Сондықтан Алланың жалғыз өзінен сұралса, ол өте дұрыс жол,
жақсы жол болады. Алладан басқалардан сұралған ол бұрыш, қисық жол болады. Сондықтан не қажетіңіз болса, не тілек арманыңыз болса, Алланың жалғыз өзінен сұраңыз. Оған еш нәрсені серік қоспаңыз. Өйткені Аллах Субхана Тағала Құран аяттарында бізге осылай тәлім беріп, үйретіп жатыр. Міне аяттарында. Аллаху самад. Аллах Субхана Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Ол мұңсыз. Бәлкім барлық жаратылыс одан қажетін сұрайды. Ләм ялид. Аллах Субхана Тағала тумаған. Оның мынау адамдар айтып жатқандай, оның Мариям әйелі емес. Иса пайғамбар оның баласы емес. Немесе Узайр пайғамбар оның баласы емес. Бәлкім Аллах Субхана Тағала ол тумаған. Оның баласы әйелі жоқ. Ол туылмаған. Оның ата анасы жоқ. Валам якуллаху куфуан ахад. Және оған ешкім, ешбір зат, нәрсе, не затында, не сипатында, не істейтін амалында Аллах Субхана Тағалаға тең бола алмайды, тең емес. Міне осындай түсінікпенен, осындай оймен, осындай сезімменен Аллах Субхана Тағалаға әр уақытта дұға етсек, Алланың құлшылығында болсақ, Аллах Субхана Тағаланың тура жолында, жақсылығында боламыз ағайын. Ал енді кімде-кім осы сүреде айтылғандай сенімде болмаса, Аллах Субхана Тағалаға түрлі-түрлі серіктерді қосса, түрлі-түрлі жаңалықтар, немесе заттарды қосса, ол адам Аллаға серік қосушы үлкен күнәһар болады. Аллах Субхана Тағала Құран аяттарында мархамат етіп келтіреді. Аллах Субхана Тағала басқа күнәларды қалаған адамға кешіруі мүмкін, бірақ Аллах Субхана Тағала өзіне серік қосқанды кешпейді дейді. Бұған міне аятта аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Аллах Субхана Тағала өзіне серік қосқанды кешпейді. Ал шірктен басқа күнәларды қалаған пендесі үшін кешіреді деп мархамат етеді. Сондықтан Аллах Субхана Тағалаға не дұғамызда, не сөзімізде, не амалымызда еш нәрсені Аллаға серік қоспайық. Алланы жалғыз деп, оны мұңсыз деп, ол тумаған, туылмаған, оған еш нәрсе, ешкім тең болмаған деп осылай айтсақ, оған сенсек, өмірімізде осыған сай амал ететін болсақ, иншалла Аллах Субхана Тағала уәде еткен үлкен сауаптар, жақсылыққа иншалла жетеміз. Алланың жәннәтінде Алланың хусны жамалын көруді Аллах Субхана Тағала нәсіп етеді иншалла. Субханак Аллахумма ва хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Аллах Субхана Тағала аятта сүреде тәлім бергендей, сенімде болуды, амалда болуды Аллах Субхана Тағала баршамызға нәсіп етсін жамағат. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.